Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Күллі әлемді жоқтан бар етіп жаратқан Алла субханаху ва тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Қиямет күніне дейін ізгілікті ізінен еруші үмметтеріне, сіздер мен біздерге Аллах тағаланың мейірімі жаусын ағайын. Дәрісімізді келген жерін ары қарай жалғастырамыз. Мұсылман адам өзге үшін дұға жасау, өзге үшін игілік, ізгілік тілеу тақырыбы. Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала Хашр сүресінде кейінгі келгендер өздерінің алдыңғы өтіп кеткендер үшін дұға жасайтын, олар үшін кешірім сұрайтын жөнінде айтады. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. О Аллахым, бізді кешір, және біздің алдымызда иманмен өтіп кеткен бауырларымыздың да күнәсін кеш, оларды да кешір деп сұрайды дейді. Яғни сізбен біздің бұл міндетіміз екен ағайын. Өзіміздің де күнәміздің кешірілуін сұраған секілді өтіп кеткендерімізде. Біз әрдайым Құран оқыған сайын, үйде бір Құдай ас берген сайын не істейміз? Өтіп кеткен мархұмдардың, аруақтардың рух шат болсын деп тілеп жатамыз. Яғни сол осы аятқа саяды. Көп кісілер байқасаңыздар, біздің осы Орта Азияда өткен кісілердің рухын қатты сыйлайды. Көбірек әйтеуір бар тапқан таянғанын садақа жасап, сол кісілердің рухына бағыштап жатады. Тірі кезіңде өзің не істеп қалсаң болды, одан кейін, өлгеннен кейін саған еш нәрсе бармайды деген ұғым толыққанды дұрыс емес. Иә, сенен кейін ұрпағың мүмкін жасамауы мүмкін, бірақ жасайтын ізгі ұрпақ тастап кетсең, Алла субханаху ва тағала сенің дәптеріңді ашық қалдырады. Артындағы ұрпағыңның жасаған дұға тілектері саған тиеді, барады. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға Аллах тағала бұйырады Мұхаммад сүресінің 19 аятында: «Уастағфир лизамбика ва лилмуъминина вал муъминат». Өзіңнің күнәң үшін де және мұъмин ерлер, әйелдердің күнәсі үшін де Алладан кешірім сұра деп. Демек пайғамбар алейхиссалату вассалам да өзі үшін, өзгелер үшін де сұраған. Ибрахим алейхиссаламның атынан түскен сүре бар, білесіздер, Ибрахим деген. Сол сүреде Алла субханаху ва тағала: «Раббана ғфирли ва ливалидайя ва лилмуъминина яума яқумул хисаб». О Раббым, мені кешір, ата-анамды кешір, қиямет күніне дейін келетін мұъминдердің бәрін кешір деп дұға етуді сізбен бізге үйретіп жатыр. Демек, дұғамызда тарылтпауымыз керек. Кішігірім өзім, отбасым, төңірегім емес, бүкіл үммет қиямет күніне дейін келетіндердің кешірімін сұрай білу керек. Неғұрлым мынау дұғада кеңінен әлемдік деңгейде мұсылмандардың баршасын, өткені бар, келешегі бар, бәрін сұраған сайын сіздің жүрегіңіз ашыла береді. Кішігірім жақсылықтармен, немесе өзіңіз төңірегіңіздегілермен шектеліп қалудан шығасыз. Жоғарылайсыз. Көпшілікті ойлай бастайсыз. Ол үшін дұға еткеннен кейін ғам жейсіз, уайымдайсыз. Анау Африкада бір аштықтан мұсылмандар қиналып жатса, сіздің жүрегіңіз сыздайтын болады. Қазір не үшін қиналмаймыз? Ана жерде мұсылмандар қырып жатыр десең, демей отыра береміз. Ең құрғанда, жаңа хадисте айтылғандай, бір жамандық көрсеңіз, ең соңғысы не? Жүрекпен соны жек көру. Ол да жоқ па? Демек, сенде иманның ең соңғы белгісі сол. Бізде ең құрғанда сол да жоқ. Мұсылман үшін жанашу деген нәрсе қалмаған. Критика жасауда ұстамыз. Әлемі болсын, қасымыздағы болсын, ой, дереу жаңағы айыбын бетіне басып, бүйтпедің деп, оның айыбын ашуға не істейміз? Бәріміз құштармыз. Қиналып жатса, оған көмектесуге, ең құрғанда дұға жасауға жоқпыз. Абу Дарда радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан естігенін жеткізеді. Мұсылман адам үшін дұға жасайтын болса, сыртынан қасында тұрып оған бата беру, ол бар бізде, я. Хадисте ол да келеді. Айша анамыз Алланың елшісінен сұрайды: мен үшін дұға етіңізші дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам алақанын жайып: о Раббым, Айшаның күнәсін кешірші дейді. Алдыңғы артық күнәсін бәрін кешірші дейді. Сол күні күнімен Айша анамыз қуанады.
Айша, неге бүгін ерекше қуанып жүрсің? Қалай қуанбайын? Сіз маған бата бердіңіз емес пе? Сіздің дұғаңыз қабыл ғой. Айша, мен үмметім үшін осылай күніге сұраймын дейді. Сіз бен біз үшін, бәріміз үшін де пайғамбарымыз сұраған. Ал енді сыртынан дұға жасау. Ол бетіне қасыңызда тұрып сізге дұға жасап бата беру. Сыртынан. Бұл жаңағы айтқан жанашырлықтың белгісі. Бір рет, екі рет айтты ғой, соны жасап қойайын деп қана қоймай, үнемі сұрап жүрсеңіз, білесіз, дөңгерегіңізде жүрген кісілердің қиыншылығын білесіз. Біреу перзент сүйе алмай жүр, біреу жұмыс, біреу денсаулық, айлап, жылдап төсекте жатқандар бар, қарызға белшесінен батқандар бар, қиналып жүргендерді білесіз жан-жағыңыздағы. Оған жол көрсетіп жатсыз, былай жаса деп, ол бар, бірақ барлық мүшкілдерді шешуші Алла. Аллаханымыз жайып, өзге үшін сұрауымыз керек. Абу Дарда радиаллаху анху пайғамбарымыздан естігенін жеткізеді. Өзге мұсылман үшін дұға жасайсыз ба? Сыртынан періштелер бұған да дейді екен. Дәл осы сұраған нәрсесін бұған да бер дейді екен. Жаңағы бауырыңыздың шынайы қиналып жүрген мәселесін білесіз. Сол мәселені айтып отырып Алладан сұрадыңыз, періштелер, я Раббым, бірінші осыған бер дейді екен. Және де сол сахабадан келеді, сол мәселеде риуаят шамалы басқаша болып келеді. Мәтіні мұсылман адамның өзінің бауыры үшін сыртынан жасаған дұғасы қабыл дейді. Сөзсіз қабыл болады дейді. Алла субханаху ва тағала ол сөйтіп дұға жасаған кезде бір періштені оған бекітеді екен. Әмин деп тұрады екен. Сіз дұға жасап жатқан кезде әмин, әмин, бауырыңызға жасап жатсыз, сұрап жатсыз, оның қиындығын кетір, жеңілдет ісін сұрап жатсыз, перзент бер, басқа тағысын тағы, әмин, әмин, әмин дейді. Дұғада әмин деп өзгенің қосылуы дұғаның қабыл болуына тез әсер етеді. Бір екі сахаба ертең соғысқа шығамыз деген кезде түнімен құлшылық етіп шығады. Түнімен ұйықтап демалып алу керек қой, физикалық тұрғыда, дайын болып. Түнімен құлшылықта болады. Сосын айтады, екеуміз бір-біріміз үшін әмин деп дұға етейік дейді. Дұға етейік екеуміз бір-бірімізге. Өз-өзімізге сұрайық, бір-бірімізге әмин деп тұрайық дейді. Бір сахаба, уа Раббым дейді. Ертең мен шайқасқа шыққанда маған күшті бір қарсылас берші дейді. Мен онымен шайқасайын. Оны жеңейін соңында. Сөйтіп оның мал мүлкін алып, мұсылман ақысы ғой, олжаны алады. Сөйтіп оны хайырға жұмсайды. Зекеті бар, басқасы бар, садақасы бар. Екінші сахаба әмин дейді. Әмин деп оған қосылып тұрады. Ертеңсін екінші сахаба да дұға жасайды. Уа Раббым, маған сондай бір қарсылас нәсіп ет. Ол менен күшті болсын. Онымен шайқасайын. Соңында мен сенің жолында шәһид болайын. Менің мұрным кесілсін, құлағым, көзім ойылсын. Себебі дұшпандардың іс-әрекеттері солай еді. Жеңсе, жаңағы муфля жасайтын. Муфля деген тәнімен ойнау. Ерігіп, құлағын кесіп, көзін ойып, мұрнын кесіп сөйтіп істейді екен. Жаңағы жеңгендерін. Ол шариғатымызда тыйым салынады. Өлтірсең, дұрыстап өлтір. Бауыздасаң да, малды, құрбандықты басқан дұрыстап бауызда, қинама. Екінші сахаба әмин дейді. Сөйтіп ертеңгісін шайқасқа шыққан кезде тура екеуінің сұрағандай болады. Әлгі жеңіске жетеді біріншісі, екіншісі шәһид болады. Екіншісі айтады, мен қиметте сенің алдыңа тұрған кезімде, мұрның, құлағың, көзің не үшін кесілді дегенде, сенің жолында я Рабби деп айтатын болайын дейді. Тілегі солай болады. Шәһидтікті сұрау. Әмин деп отырады. Екеуінде дұғасы қабыл болады. Мына жерде қараңыз, сіз бір мұсылман үшін ол жоқ кезде оның сыртынан дұға жасап жатсыз ба, періште әмин деп отырады. Қараңыз, адам емес бұл жерде періште. Оның дұғасы қаншалықты қабыл. Әмин, әмин, әмин деп отырады. Және саған да деп артынан ол да тілек тілейді екен. Періште де, Алланың бекіткен періштесі, саған да сол нәсіп етсін дейді екен.
Енді дұғадағы кейбір мәселелерге тоқталамыз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Усама ибн Зайд жеткізеді, пайғамбарымыздан, кімге бір жақсылық жасаса біреу, жазакаллаху хайран деп айтсын дейді. Алла тағала саған жақсылық берсін. Жаза деген сөз есесін беру. Бір нәрсе істедің, жаза. Қазақта да жазасын берді деп жатады, жаза. Бізде бірақ көбінесе тек қана бір істеген қателігінің жазасын беру деп тек қателікке ғана жұмсалып кеткен. Жаза сөзі араб тілінде жақсылықтың да, жамандықтың да есесін қайтару. Алла сен істеген осы маған істеген жақсылығының хайырмен саған қайтарсын деген тілек. Осылай кімде-кім айтатын болса, әлгінің істеген жақсылығын есесін қайтарған болады дейді. Яғни, сізге істеді бір жақсылық. Дәл сол жақсылық сіз оған қайтара алмайсыз, істей алмайсыз. Мысалы, сіз төмен саттасыз, дүниеңіз жақтан, немесе күшіңіз жақтан, сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсені сізге біреу істеп беріп жатыр, дәл сол нәрсені қайтара алмайсыз ба? Жаңағы сөзді айтатын болсаңыз, оның жақсылығын қайтарған болып саналады екенсіз. Жақсылығын қайтара алмайсыз, бірақ рахметтің жоғарғы деңгейін айтқан болып саналасыз. Себебі Алладан оған жақсылық тілеп жатсыз. Сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсені ол сізге істеп берді ма, Алла субханаху ва тағаладан сұрайсыз, оған да бір жақсылықты, Аллах тағала оған бір жақсылықты береді. Жәбір радиаллаху анху пайғамбарымыздың айтқан жеткізеді. Өздеріңе, мал мүліктеріңе, бала шағаларыңа қарсы дұға жасамаңдар дейді. Кейде ашуланып тұрғанда өзіңе, бала шағаңа, малыңа кері дұға айтасың, қарғыс айтып жібересің. Мүмкін қабыл болатын сәтке сәйкес кеп қалып, қабыл болып қалмасын дейді. Болады ғой кейде ашуланып отырып. Атаңа нәлет дейміз. Басқа тағысын тағы құрып кеткір, өлде бар, не бір сөздер бар. Малыңа ашуланып тұрған кезде оған да бір кері дұға жаса жіберіп жатасың. Қырылып қағыр деген секілді. Сол нәрселерден сақ болыңдар дейді. Қабыл болатын сәтке сәйкес келіп қалып, сол дұғаларын қабыл болып қалмасын. Барынша жаман нәрседе айтудан сақ болу керек адам баласы. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Адам баласы ең Аллаға жақын болған сәті оның сәждедегі халі дейді. Сәждеге барғанда көбірек дұға жасаңдар дейді. Енді бұл нәпіл амалдарда, нәпіл намаздарда көбірек дұға жасауға болады. Парызда егер көп дұға жасап кетсеңіз, ұмытып кетесіз. Намаз қай ракатта тұрсыз, не сол күнәға кетесіз, істеген күнәларыңыз еске түсіп кетеді, сонымен ары қарай намаздан ғафил қалып қоясыз. Парызыңызды толыққанды өтеу үшін, әсіресе имам болсаңыз, арттағыларды шаршатудың керегі жоқ. Ұзақ сәждеде жатып алып дұғаны рахаттанып жасап жатса, арттағылар не болып қалды екен деп уайымдайды. Намаздың ішінде намазды Алланы емес, басқа нәрсені уайымдап кетеді. Жаны шығып кетті ме екен, дәреті шығып кетті ме екен, не болды екен деп. Сол үшін имам болып тұрған кезде барынша жеңілдету керек, намазды өзгелерге қиындатпау керек. Және де Абу Хурайра радиаллаху анхудан келеді, пайғамбар алейхиссалату вассалам, адам баласы асықпаса дұғасы қабыл болады дейді. Дұға еттім, Аллах тағала қабыл етпеді ғой деп айту оның асығуы дейді. Сұрап атырым, болмай атыр ғой, бермей атыр ғой дедіңіз ба, демек осы асыққаныңыз болып саналады. Сөйтіп айтпайынша сізге сіздің дұғаңыздың қабыл бола береді, есігі ашық тұрады. Қашан жаңағы сөзді айттыңыз, мен қанша сұрадым, бермеді, болмады, дұғам қабыл емес дедіңіз ба, асыққан болып саналады екенсіз. Екінші бір риуаятта келеді, сол мағынадағы хадис. Адам баласы туған туыстық қарым қатынасты үзбесе, оның дұғасы қабыл бола береді дейді. Туған туыстық қарым қатынасты үздіңіз ба, дұғаңыз қабыл болмай қалады екен. Екіншісі,
асыққан кезде асықтыңыз ба, ода да дұғаңыз қабыл болмайды екен. Және бірі күнәға барып жатсыз, дұғаңыз қабыл емес. Күнәдан тыйылыңыз, дұғам қабыл болсын десеңіз. О Алланың елшісі, асығу деген не ол деп сахабалар сұрайды. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам, мен дұға еттім, Алладан сұрадым, бермеді ғой маған деп айтуы оның асығуы дейді. Аби Умама радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламның алдына келіп, адамдар сұрады дейді. Қайсысы дұға қабыл болады деп. Дұғаның қай түрі, немесе қалай жасалған дұға қабыл деп. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам түннің ең соңғы бөлігі деді. Және намаздардан кейінгі жасалған дұға деді. Енді осы жерде намаздардан кейінгі дегенде ғұламалардың арасында тарс-талас туындайды. Себебі хадисте мәктуба сөзі келеді. Бекітілген намаздардан кейін дейді. Бекітілген намаз деген не ол? Парыз етілген намаздар. Бесін намазы қанша ракат десек, не дейміз? 4 дейміз, бәрекелді. Біліп қалдық уже, осыдан 1-2 жыл бұрын сұрағанда 10 ракат деп айтатын адамдар. Әлі де сөйтіп естпейтіндер бар шығар. Неге? Себебі біздің санамызға сөйтіп сіңдіріп тастаған. Бесіннің алдындағы 4, артындағы 2, шамнан кейінгі 2 сүннет, тіпті өтір намазды да құптанның өтірі деп ниет етеміз. Неге? Себебі біздің әсіресе Орта Азия осы намазбен бекітіп тастаған, солай жаттатып тастаған бізге. Бөліп қарамасын бұны. Әйтпесе жалқау болады, оқымай қояды. Құдайдың парыз еткен 4 қой болды, сол 4-ті оқимын болды. Қалған сүннеті оқысам болады, оқымасам ерік өзімде деген жалқаулыққа түсіп кетпесін. Себебі пайғамбарымыздың хадисі бар, алейхиссалату вассалам. Қияметтің күні адамның амалы тартылады таразыға. Ең бірінші болып намаз қойылады. Намазда кемшілік, қателіктер болатын болса не істейді? Нәпіл намаздармен толықтырады. Сөйтіп ұсынылады Алланың құзырына. Одан кейін ораза да солай, одан кейін зекет те солай, одан кейін қажылық та солай. Қателіктер болатын болса омрамен, қателіктер болатын болса садақамен, қателік болатын болса нәпіл оразамен. Сөйтіп басқа амалдарды солай ұсынылады дейді. Демек, әлгінің кем кетістігін толықтыратын не екен бізде? Парыз намаздың сүннет намаздарымыз екен. Олай болса біздің ғұламаларымыз бұл да бұның бір паршасы деп бөліп жарып қарамаған. Бұл да бұнымен бірге деп сөйтіп бізге солай жаттатқан. Бесін намаз 10 ракат деп. Бесін намазының сүннетін оқымаққа ниет еттім деп, солай жаттатып тастаған. Сол үшін де бізде дұға, Құран, тәсбих барлығы да әлгі намаздардан кейінге қойған болуы да әбден мүмкін. Бірақ Айша анамыздан келген риуаятта бар, Муслимде келеді, пайғамбар алейхиссалату вассалам парызды бітіргеннен кейін дереу сүннетін оқитын дегенде хадистер келеді. Оны ұштастырасын, мынаған қарайсын, бәрін алып. Енді басқа елде тұрып жатсаңыз, Африкада бір елде, мысалы Малайзияда Шафи мазхабында, олар керісінше мәктуба деп келді ма, болды, сол парыздан кейін біз дұған жасап аламыз, одан кейін тұрып сүннетті оқимыз деп жатса, сіз барып алып сендердікі дұрыс емес, сендердікі қате деп бүлік шығарудың қажеті жоқ. Сол елде сол сүннет түріліп жатса, мына елде басқа сүннет түріліп жатыр. Аллах Тағала әлемнің түкпір-түкпірінде пайғамбар алейхиссалату вассаламның әрбір істеген амалын тірілтіп қойған. Бір-бірімен кереға қылу үшін емес. Бір ел бір сүннетті тірілтіп жатса, екінші бір ел басқа сүннетті тірілтіп жатыр. Аллаға пайғамбар алейхиссалату вассаламның істеген әрбір амалы ұнағаны соншалықты, ең соңғыларын ғана алып қалып, осы ғана дұрыс, қалған бәрі бірінші істелінген, оны қоя салыңдар деген жоқ. Ғалымдарды шығарды. Әрқайсысы бір мәзһабтардың құрушысына айналды. Сөйтіп әрбір сүннет тірі тұр. Егер барлық ғалымдар бір мәзһабқа бекіп алып, соны ғана істесе, мүмкін пайғамбар алейхиссалату вассаламның басқа бір істеген амалдары өліп кетер ме еді сол күйі. Бір сүннетті тірілтсең, 100 шахидтің сауабын аласың дейді қиямет жақындағанда. Убада ибн Самит радиаллаху анху пайғамбарымыз дейді, мұсылман адам үшін дұға ететін болса, Алла субханаху ва тағала оған да соны береді дейді. Бір мұсылман, екінші бір мұсылман үшін дұға ететін болса, оған да соны береді. Немесе сол секілді бір одан зиянды кетіреді дейді. Яғни сол деңгейде. Мысалы, біреу үшін бір жақсылық тіледіңіз, дәл сол жақсылықты сізге бермеуі де мүмкін, сізге керек емес ол. Бірақ
сол деңгейде бір жамандық сізден кетіреді. Яғни сұраған дұғаңыз босқа кетпейді. Бір бауырыңыз үшін сұрап жатсыз, ол маған керегі де жоқ қой, періштелер маған әмин десе, оның керегі де жоқ қой деген ойға бармаңыз. Мен кейде мынандай адам ғой, енді өзіне бір керек нәрсе бар, соны ана бауырыма сұрайын, періште маған да әмин десін, сол маған болсын деп. Өйтіп айлалықтың қажеті жоқ. Сіз шынайы мына жақтан шықсын. Сол бауырыңызға шынайы керек нәрсені сіз сұрап жатсыз ба, Алла біліп тұр сізге ненің керек екендігін. Сіз оған көлік сұрадыңыз ба, сізге де Құдай тура сол маркада көлік береді деген сөз емес. Ол жерде бір Аллах Тағаланың құзырында бір механизм емес қой, не нәрсе берілді, сол ғана берілді, болды деген сөз. Сізге мүмкін басқа нәрсе керектігін Алла біледі. Сол секілді басқа нәрсе береді. Оған көлік сұрадыңыз, сізге үй керек болып тұрса, үй беруді әбден мүмкін. Себебі хадисте сол секілді нәрсе береді деп жатыр. Дәл сондай береді емес. Немесе сол деңгейде бір зиянды сізден кетіреді. Ана бауырыма сұраған маған, мен ішімде жаңағы керек нәрсені біліп жүрмін ғой, соны берсе екен деп жүрмін, бірақ бермеді ғой. Қайдан білесіз, сіздің басыңызда не бір бәлелер болған шығар. Біз білмейміз, аман есен жеттік, шықтық Әл-Фарабиге, аман есен жеттік. Жолда не бір нәрселер болуы мүмкін еді. Біздің істеген жақсылығымыз үшін, оқыған намазымыз үшін, ізгілігіміз үшін, біреуге жетім басынан сипағанымыз үшін Аллах Тағала жолдан алып тастады бізден. Біз оны жоқ, отырдым, 60-пен айдадым, сол үшін аман есен жетіп келдім дейсіз. Сіз сап-сау жүресіз, біреу келіп сізді соғады ғой кейде, дұрыс па? Ол жерде сіздің де бір қателіктеріңіз болуы мүмкін. Неге келіп сізге соғып жатыр? Сіздің артыңыздағы емес, алдыңыздағы емес. Сол үшін де біздің көзімізге көрінбейтін не бір зиянды нәрселер бар, Аллах Тағала әр сәтте бізден алып тастап жатыр оны. Оның барлығы да бізге бергені. Нығметтерді біз санасақ санын түбіне жете алмаймыз негізінде. Хадистің жалғасында айтады: күнәға белшесінен батпайынша осы нығмет жалғаса береді дейді. Немесе жаңағы айтылған туыстық қарым-қатынасты үзбейінше бұл нығмет жалғаса береді. Сонда бір кісі тұрып, олай болатын болса, онда дұғаны көбейте берейік те, онда сұрай берейік те, Алла бере беретін болса. Көбейте бермейміз бе дегенде, Алла сенен де көбейтеді. Яғни сен оғай дұғаны ұрып сұрап тастасам деп өтсің ғой, Алла шаршамайды ол нәрседен. Беруден шаршамайды Алла. Көп сұрасам ұят болып қалады дейміз ғой, мына дүниеде біреудің. Біреу керек нәрсені сұрайын деп. Алла мен пендені салыстырмау керек олай. Сұрай бер Құдайдан, сұрай бер. Одан сұрамайсың ба, керісінше Алла ашуланады. Ибн Аббас радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Қатты қиналған кезде пайғамбарымыз былай деп дұға жасайтын дейді. Ла илаха иллаллахул азимул халим. Азим деген ұлы деген, халим жұмсақ. Алланың пенделерге жаны ашуы. Ла илаха иллаллах раббул аршил азим. Ұлы Раббының аршысы. Ла илаха иллаллах түсінесіздер енді. Ла илаха иллаллах раббус самауати ва раббул арш ва раббул арды ва раббул аршил карим. Аспандардың, жердің, аршының иесі, жомарт уа Раббым, сенен басқа ешбір тәңір жоқ деп, Аллах Тағаланың елшісі қатты қиыншылыққа түскен кезде солай дұға жасайды екен. Басымызға қиыншылық түсіп жатса, осы дұғаны жасасақ болады. Ла илаха иллаллаху азимул халим. Ла илаха иллаллаху раббул аршил азим. Ла илаха иллаллаху раббус самауати ва раббул ард ва раббул аршил карим деп дұға етіп бастайды екен пайғамбар алейхиссалату вассалам. Алла субханаху ва тағала баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін.